Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай қақпақты қалай жуып тазалап керектігін көрсетемін. Ең бірінші бізге сутегі тотығы керек, перекись водорода. Осыны осылай жан-жағына қол жетпейтін жерге құйып шығамыз. 10 минут күтеміз. Одан кейін ас содасын осылай жағып шығамыз. Жағып шыққаннан кейін осындай салфеткамен осылай жақсылап бір сүртіп аламыз. Одан кейін пышақпен көрсеткендей осылай істеп шығасыздар. Қол жетпейтін жерлерді осылай алынады. 2-3 қайтара істеу керек, жақсы результат болу үшін пышақпен. Достар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар, болашақта менің видеоларымды жоғалтпас үшін. Ручкасын астын жуып алу үшін осылай болтпен алып, пищевой содамен также жуып шығамыз. Қайта орнына саламыз.